Қайырлы күн, құрметті алтын қол оқырмандары. Бүгін сіздерге уәде етілген сыйлық ретінде берілетін координат сабағын тоқып көрсететін боламын. Мінекей қараңыздар, бұған керекті моншақтар осындай глобус моншақ деп аталады. Бұл 10 размер, бірақ әдеттегі жемчуг оннан кішірек болады. Обычный жемчугтың бір 8-мен бірдей сияқты да. Жемчугпен тоқсаңыздар, 8 размермен тоқсаңыздар да болады. Қарайлас болып шығады. Ал жемчугтың 10-мен тоқсаңыздар үлкен болып кетеді. Жемчугтың 10-ы әдетте үлкен. Мынау енді глобустың 10-шы размері. Сондықтан менікі үлкен болып кетті демей, моншағына байланысты. Егер дәл осындай глобуспен тоқитын болсаңыз, глобустың міне 10-шы размері. Одан кейін бұған сіздер қандай түс қосасыздар, өздеріңізге байланысты. Бір ғана түспен тоқсаңыздар да болады, 2 түспен тоқсаңыздар болады, болмаса мен сияқты 3 түспен тоқсаңыздар болады. Бір пачкадан алдында бір координат тоққам, жасыл сол күйі тұр, өйткені жасыл астыңғы қатарына бір-ақ қатарға тоқылады. Одан кейін үстіңгі жағына виноградқа осындай күлгін түсті қостым. Ал енді қызыл, розовый деген сияқты әртүрлі қоса бересіздер. Ақтың орнына ашық түстердің барлығын қолдануға болады. Сары, мысалы темный түспен тоқсаңыз да болады, ешқандай айырмашылық жоқ, қатып қалған заңдылық жоқ. Кімге қандай түс ұнайды, сондаймен тоқсаңыздар болады. Сосын узорды да қалаған узорыңызды салсаңыз болады. Болмаса бір ромбик салып кетуге болады, полоска салып кетуге болады. Әркім әртүрлі қалағанша сала бересіздер. Бастысы тоқу техникасын біліп алсаңыздар жеткілікті. Ең бірінші бізге 7 размерлі леска керек. 1-2 метр мөлшерінде қиып аламыз. Одан кейін 6 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 үшін жіптің 2 үшін теңестіреміз. Енді жаңадан бастап атқан ханымдар болса, дәл осылай жіптің 2 үшін теңестіріп, моншақты ортаға алып келеміз. Одан оң жағымыздағы лесканы ұшынан ұстап, мына бірінші қараңыздар, оң жағымыздағы лесканы ұшынан ұстап тұрып, бірінші моншақтан артына қайтадан қайтарамыз. Соңына аз қалған кезде, кішкене қалған кезде осындай ілмек пайда болады. Осы ілмектен келесі жіпті іліп өткіземіз. Екі жаққа тартамыз. Екі жаққа тартқан кезде біздің мына лескамыздың екеуінің ілініп тұрған жері, екеуінің ілініп тұрған жері, мынау ортадағы моншақтың ішіне қарай кіру керек. Кішкене тартамыз оңға қарай. Ол кезде мына лескамен, мына қолыңызды енді кімде қалай ыңғайлы, қолыңызға орап алып, мынаны жай ғана поддержка ретінде ұстап тұрасыз. Мына қолмен, мына екі қолмен, барлық қол істейді. Мына екі қолмен моншақты, мына ортадағы моншақты ұстайсыз да, мына жақтағы орап тұрған қолымызбен мынаны ұстап тұрдық, мына жақпен кішкене ғана сырғытамыз. Ол жерде бүйтіп тартатын нәрсе емес, жай ғана сырғытамыз. Оны бірнеше рет тоққан кейін қолдарыңыз үйренеді. Бұлай бейтіп тартып қолды ауыртудың қажеті жоқ. Жай ғана мен көбінде бұлай қаттап ұстай салам. Қолым солай үйреніп кеткен, бейтіп қаттап ұстаймын да. Мына жақта шығып тұрса, мына қолмен кішкене лесканы қаттылығын ұстап тұрам. Мына екі қолмен моншақты ұстап, жай мына жақпен сырғыта салам. Мынаумен де тартпаймын, мынаумен тартпаймын, просто ұстаймын. Астыңғы жіп тартылып тұр ғой, соны кішкене жылжытам болды. Бүйтіп сырғыта саламыз. Мына қолмен кішкене былай қарай итереміз ғой, итере саламыз, сонда ортасына кіреді. Мына жақ ұшына шығып кетсе де болмайды, мына жақ ұшында қалып қойса да болмайды. Егер олай қалып қоятын болса, бірінші тоққан затыңыз бос болып қалады, одан кейін әдемі көрінбей қалады. Ровно ішіне кіргені ортасына кіріп тұру керек. Ол біраз тоққаннан кейін сезіледі, даже ортаға келгені. Мысалы, былай сыртына ұшына шығып тұратын болса, барлығы келесі лесканы өткізгенде өткізу өте қиын болады. Одан кейін ол ретсіз көрінеді. Формасын ұстамай қалады. Осыдан кейін формасын ұстады. Енді бізге оң жақ, оң қолымызға енді келестен бастап біраз 10-15 сантиметр жерден лесканы осылай екіге бүктеп, сындырамыз лесканы осылай. Бізге мына жерге алтауға туралаймыз, бірақ біздің лескамызда бір моншақ бар. Лескамыздан бір моншақ тұр, сондықтан біз 5 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай қаттаған күйі 5-еуін өткіземіз. Біреуін ұстап тұрып, ортасынан былай суырып шығарамыз. Және осы ілмек
сразу пайда болады. Осы ілмектен келесі сол жақ лесканы іліп шығарып, бағанағындай тартамыз. Сразу мен қолым автоматом былай үйреніп кеткен, мына жақпен уже ұстап тұрамын да, мынаны орап алып, мынау бас бармақпен сусақ екеуімен бүйтіп кішкене сырықта саламыз. Енді ары қарай мына жақта да тура солай сол жақты 10-15 сантиметр жерден лесканы бір қайырып сындырып аламыз. Одан кейін солға қарай біреу өткіздеміз. Өткіздік. Бір моншақтан өткіздік. Бағана бірінші тоққанымыз ортасы. Енді солға қарай біреуден өткіздік. Оң жаққа бізде міне лескамызда ғой 2 моншақ бар. 2 моншақ бар. И оң жаққа бізге 4 моншақ керек болады. Бағанағыдай 10-15 сантиметр жерден осылай қайырып сындырып аламыз да 4 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3, 4. Біреуін ұстап тұрып арасындағы жіпті суырып шығарамыз. Кішкене ілмек дайындап алғаннан кейін келесі жіпті осыдан суырып бекітеміз. Ішіне кіргізіп бекіттік. Одан кейін тағы да солға қарай біреуден өткіздеміз. Оң жаққа 4. 1, 2, 3, 4. Соңғы біреуін алып қап ортасынан ілмек жасаймыз. Келесі жіпті іліп алып, екеуін бекітеміз. Осыны қайталаймыз. Тағы да 1-2 рет қайталаймыз. Солға өткіземіз. Оңға 4 моншақ. 1, 2, 3, 4. Bir, 2, 3, 4. Бекітеміз. Сосын солға, соңғысына келгенде солға қарай біреу, және үстіңгі мына бірінші тоққанның, бірінші тоққан ғой, соның үстіңгі қатарын бастаған кездегі бір моншақтан тағы да өткіземіз. Сонда солға қарай 2 болады. Оң жаққа 3 моншақ. Өйткені бізде 1, 2, 3 моншақ бар. 6 болу үшін біз 3 өткіземіз. 3-дің біреуінен ілмек жасаймыз дағы. Бекітіп аламыз. Бізде бұлай бір қатарымыз бітті. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6-ауына 6 қырлығып тоқып алдық. Енді біз келесі қатарды бастамай тұрып, солға қарай алдымен біреу өткізіп аламыз. Өйткені бізде мынандай екеуі мынандай қоспа жерге келіп тұр. Біреу өткізіп аламыз. Ондан кейін оң жаққа 4 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3, 4. Бұл қатарды да 6-6-ға туралаймыз. Бірақ мына жерде 2-ден өткен жерде біреусі 2-ден өтеді, одан кейін 1-ден өтеді. Мына бұрышына келген жерде 1-ден өтеді. Ортасына келген жерде 2-ден өтеді. Белгілі болып тұр ғой мына жерден. Екеуі былай қоспа болып келіп тұр. Мына ортаға келіп тұр. Осы ортаға келген жерде моншақ 1-ден ғана өтеді, леска. Мына жерге 2-ден өтеді. Міне, қазір мына жерде 2-ге өткендіктен мына жерге біз 4 моншақ өткіздік. Сонымен 6-ау болады. Одан кейін біз мына ортадағы моншаққа келіп тұр. Біреу өткіземіз. Бізде міне мынау бар, 2 бар, тағы 4 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3, 4. Алты болды. Одан кейін біз мына жерде 2-ден өткіземіз. 1, 2. Бұл жерде бізде қарасаңыздар 1, 2, 3 моншақ бар. Сол себепті біз 3 моншақ қана өткіземіз. 1,
2, 3 моншақ. Соңғысынан ілмек. Ол ілмек бағанағы тура қалай басында солай қайталана береді. Міне. Енді ортасындағыға келді. Біз біреуден өткіземіз. Оң жаққа 4 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3, 4. Ілмек жасадық. Екелестен іліп алып 4 моншақ өткіземіз. Енді екеуден өткіземіз солға қарай. Оң жаққа 3 моншақ. 1, 2, 3. Солға біреу өткіземіз. 4 моншақ. 1, 2, 3, 4. Осыны қайталаймыз. Соңғы біреу қалғанша қайталаймыз. Асты 2 өтеді, біреу өтеді, 2 өтеді, біреу өтеді. Леска кезек-кезек 2, 1, 2, 1 болып өтеді. Моншақ 3, 4, 3, 4 болады. 2 өткен жерде 3, біреу өткен жерде 4. Главный 6-ға туралаймыз. 2-ден өтсе де леска, біреуден өтсе де сол дөңгелекті 6-ға туралаймыз. Толықтырамыз. 1, 2, 3, 4. Bir, 2, 1, 2, 3. Bir, 2, 3, 4. Bir, 2, 3. Соңғысына келген кезде ортадағы моншаққа келді, содан біреу өткіздік, бұла қарай біреу өткіздік. Енді біз оңға 3 моншақ өткіземіз. Өйткені бізде 1, 2, 3 бар. 1, 2, 3. Енді біз тағы да келесі қатарды бастау үшін алдымен солға қарай біреуден өткізіп аламыз. Тағы да бұл жерде ортадағы мына 2 қосылып тұрған жерді 6-6-ға толықтырамыз. 6-6 мынандай бұрыш-бұрыш келген жерлерді, мына бұрыштағы моншақтарды 5-ке толықтырып шығамыз. Сонда 6-6, 5, 6-6, 5 болып шығады. Ол үшін біз міне солға қарай алдымен біреу өткізіп алдық. Лескамызды оң жаққа 4 моншақ. 1, 2, 3, 4 моншақ. Bir, 2. Bir, 2, 3.
ортадағыға келгенде біреуден өткіземіз. Сосын оң жаққа бізге 3 моншақ керек болады. Өйткені 5-ке толықтырамыз. Алты, 5 болып солай кете береді. Бітем дегенше, нағадан алты, 5. Соңына дейін қайталаймыз. 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 деп осылай соңына келген кезде мына жер 5-пен аяқталады. Бірақ осы жеріне келгенде мен көрсететін болам. Оған дейін осылай қайталап шығамыз. Мінекей қараңыз, соңғысына келген кезде мынадан біреу өтеміз. И мына жақтан біреу өтеміз. 2 моншақтан өтіп, мына жерге біз 5 болу үшін 2 моншаққа бекітеміз. Өйткені бізде 1, 2, 3 бар. И оң жаққа 2 моншақ өткіземіз. Енді бізде келесі қатарды бастамай тұрып, бірінші солға қарай біреу өткізіп аламыз. Солға қарай өткізіп алдық. Және оң жаққа бізге 5 моншақ керек болады. Себебі мына екеуімен біз әрбір 2 моншақты 7-ге толықтырып шығуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5. 5-еудің біреуінен ілмек жасаймыз. Лескаңыз қысқарған кезде жіптің ұшынан артына қайтарып ілмек жасасаңыз да болады. Енді 10-15 см жерінен қайырып ілмек жаса, ол жіп ұзын кезге. Қолыңыз қайсыған үйренеді, солай жасай берсеңіз болады. Ары қарай әрбір 2 моншақтан лесканы өткіземіз. Оң жаққа 4 моншақ қайталаймыз. Бұл енді қайталанады. Бірдей ұқсастық. 3, 4. Біреуінен ілмек жасаймыз. Қыздар, ары қарай әрбір 2 моншақтан солға қарай өткіздіп, оңға 4 моншақ, соңына дейін қайталаймыз. Солға 2, оңға 4. Солға 2, оңға 4. Солға 2 дегеніміз 2 моншақтан лесканы өткіземіз, оңға 4 деген 4 моншақпен бекітіп отырамыз. Осыны соңғы біреуі қалғанша қайталаймыз. Енді соңғысында солға 3, оңға 3 болады. 3 дегеніміз 3 моншақтан өткізіп, 3 моншақпен бекітеміз деген сөз. Соңғы жағына келгенде тағы көрсететін боламын. Сондықтан қайталап, мына жерге келем дегенше осылай тоқып шығамыз. Кішкене былай иір-қиыр болып шығуы мүмкін. Ештен кетпейді. Кейін үстіңгі қатарларын тоққан кезде ол қайтадан жөнделіп кетеді. Мінекей соңғы жағына келген кезде 1, 2, 3-ден өткіземіз. Солға қарай оң жаққа тоже 3 моншақ бекітеміз. 3-дің біреуінен ілмек жасап алып, дәл осылай бекітеміз. Енді біз жоғары қарай көтереміз. Жоғары қарай үстіне қарай тоқитын боламыз. Бұл жерде енді ортасына салатын узорды бастап кетсек болады. Болмаса чисто бір түспен тоқсақ болады деген сияқты. Енді тек жоғары қарай 4 түкпен тоқимыз. Әр моншақты 4-ке толықтырып шығамыз. Сол кезде кішкене ирелек болып шығады. Кішкене үстіге қарай көтерілем дегенше 5-6 қатар тоқим дегенше кішкене қисық, ирелек болып шығады. Сол кезде ойлап қалмаңыздар, қате болып кетті менікі деп. Міне мына жерінің өзі кішкене
ерелек болып тұр, иә. Бір дұрыс болмайтын сияқты болып тұрады. Но тоқи беріңіздер, ештен кетпейді. Қазір мына жерде біз енді қараңыздар. Бірінші төртке толықтыру үшін мына моншақта бізде бір лескамызда бір ғана моншақ тұр. И 3 моншақ өткіземіз. 1, 2, 3. Үшеуден бекітіп аламыз. Одан кейін солға қарай біреу өткіземіз. И 2 моншақ. Оң жаққа 2 моншақ. Одан кейін тағы солға қарай біреу өткіземіз. Бұл қарасаңыздар, міне 7 моншақ бар ғой, әрбір 7 моншақтың ортасы. Әрбірінде 7 соның ортадағы моншағы. И осы 7-нің ортасына келген кезде біз бір мынандай түстен қосып кетеміз. Бір талғана қосамыз. Бір күлгін түс и бір ақ. Бұл ана жүзімнің сабағы. Енді бірінші жүзімді салбаңыздар. Алдында бір кісі айтты, жүзімді теріс қарап тұрған сияқты, төмен қарап, керісінше салсаңыз деген сияқты. Оны енді тоқып алғаннан кейін әртүрлі форматта сала беріңіздер, иә. Ары қарай тағы бір-бірден өткіземіз. Міне, мынау 1-7-нің ортасына келгенде осылай саламыз. Бір күлгін түс, наған салмаймыз. Бұл жерде чиста болады. Сонда біреуін тастап келестен, біреуін тастап келестен осылай қойып отырамыз. 9 тал болып шығу керек. Мына жерде енді тек қана ақ болып кете береді. 2 ақ болып. Солға біреуден өтіп отырады. Бірінші бастағанда ғана 3 моншақ тоқыдық. Ешқайда леска ештеңке өткізбейміз. Бағанағы қатарларда солға бір леска өткіздік. Сол сияқты мына жерден де өткізіп алып қателесіп жүрмеңіздер, иә. Бірінші леска өзі болды. Сол лескаға сразу 3 моншақпен бастап кеттік. Одан кейін барып біреу өткізіп 2 моншақ. Одан кейін біреу өткізіп бір күлгін, бірақ енді мына жетілікке келген кезде бұл жерде ешқандай күлгін салмаймыз. Келесіге саламыз. Осылай міне қайталаймыз. Үстіңгі жақтың барлығы міне осындай төрттікпен тек қана жасыл, күлгін, узорына байланысты моншақтар түсі ғана өзгеріп отырады. Атак барлығы тек солға 1, оңға 2, солға 1, оңға 2 деген қайталанады. Солға 1, міне, солға 1, оңға 2. Солға 1, оңға 2. Мынаныкі тоқыған жоқпыз мынаның үстіне. Мына жерге уже келіп қойдық. Біз біреусін күлгін түс қыламыз. Бірінші күлгін түс, одан кейін барып ақ. Осылай әрбір екінші ортадағы моншаққа келген кезде бір күлгін түс қойып отырамыз. Жалпы бітем дегенше бізде 9 осындай түс шығады. 9 жерге салынады ғой. Осылай қайталап шығамыз соңына дейін. Мына арасындағын санасаңыздар 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Әрбір 5-тен кейін бір күлгін, әрбір 5-ден кейін бір күлгін. Болмаса сразу мынадан өткеннен кейінгі келесінен. Осылай белгілеп алсаңыз да болады. Ортадағы мына тоқылған дөңгелектің 7 моншақтың тура ортасындағысын. Болмаса ортада 1, 2, 3, 4, 5 рет тоқып болғаннан кейін 6-сында күлгін түс қосасыздар. Осылай соңына дейін аяқтап шығамыз. Қараңыздар, соңғысына келген кезде солға қарай 2,
солға қарай 2 және оңға 1 ғана моншақпен аяқтаймыз бұл қатарды. 2 лескадан, 2 моншақтан лесканы өткізіп, оң жаққа 1 моншақтың өзінен ғана ілмек жасаймыз. Осымен бекітеміз. Мінекей, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болып шықты. Міне 9 болса дұрыс. Егер 9 шықпай қалып жатса, онда сіздерге қате болды деген сөз, иә. Сол себепті асықпай санап алып тоқысаңыздар болады. Енді ары қарай кеттік. Біз келесі қатар тоқу үшін бірінші, міне тура осындай 2 түстің ортасындағы 1, 2, 3, 4, 5 бар ғой. Соның тура егер ортасына келіп тұрса сіздікі, міне ортасына негізі мен сияқты тоқсаңыз тура осылай келеді, иә. Осылай ортасына келетін болса, бірінші біз бұл жерге 3 ақ өткіземіз. 1, 2, 3 ақ өткіздіп, бекітіп аламыз. Ешқайда лесканы өткізбейміз. Бекітіп алдық, одан кейін барып солға 1 леска өткіземіз. Осыны өткізгеннен кейін, былайша айтқанда мына күлгін түстің жағындағы 1, екіншісінен өткен кезде 2 бізге жасыл керек болады. Егер жүзімді салам десеңіздер, жасыл түсті қосасыздар. 2 жасыл, ары қарай тағы да өзі бітіп ерек болып тұр ғой, сол кезде бұлай өткізетін кезде үш жағынан бұлай өткізсеңіздер тез өтеді. Тағы да 2 жасыл. Күлгіннен өткен кезде де 2 жасыл. Тағы да 2 жасыл. Одан кейін барып 1 жасыл, 1 ақ. 1 жасыл. Ары қарай 1 жасыл, 1 ақ. Қараңыздар, міне мына жерге келген кезде ортасынан күлгіннен өткенде де 2, одан кейінгі ақтан 2, одан кейінгі мына жақтан ортасынан санағанда, мына күлгіннен кейінгі 1, екіншісінен өткен кезде 1 жасыл, 1 ақ. Бекітеміз. Сонда бізде міне былай болып түседі ғой. 1, 2, 3, 4, 5 үстін санағанда 5 жасыл, астың қаттарын санағанда 4 жасыл болып түседі. 4 жасыл, одан кейін 5 жасыл болып түседі. Ары қарай қайтадан 1 өткіздіп, 2 ақ. Бір өткіздіп, 2 ақ. Сосын келесі мына жақтан санағанда 1 екінші моншақтан өткенде, екінші ақтан өткен кезде біз 2 жасыл өткізіп бастаймыз. Екі жасыл. Екі жасыл. Осылай қайталаймыз ғой, 9-ын тағы да осылай болып шығады. Тек қана мына қараңыз, әр жасылдың ортасында 1 ғана ақ, әр жасылдың ортасында 1 ақ. Қалған жердің барлығы жасыл болып түседі. Мына біреуінен өткенде ақ тоққаннан кейін 1, 2, 3,
3 рет толық ақ өткіземіз. Мына жерге келгенде бір жасыл бір ақ өткіземіз. Жасыл и ақ. Бір, 2, 3, 4, 5. Астыңғы екінші қатар 1, 2, 3, 4 жасыл. 4 жасыл, 5 жасыл. Осылай қайталаймыз. Бұлай біреуінен өткіземіз. Екі ақ. Одан кейін жасыл, жасыл, жасыл. 2 жасыл, 2 жасыл, 2 жасыл, 2 жасыл. 4 рет қайталаймыз 2 жасылда. 5-шісіне келгенде 1 жасыл бір ақ. Екі жасыл. Екі жасыл. Екі жасыл. Төрт реттен кейін бір жасыл бір ақ болады. Бір жасыл, бір ақ. Неге, үшіншісін жасадық. Енді ары қарай осылай біреуінен өткенде 2 ақ, одан кейін 4 рет 2 жасыл, одан кейін 5-шісіне келгенде бір жасыл бір ақ. Өстіп қайталап шығамыз соңына келгенше.